Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің үй жағдайында үйдегі бар заттармен өте тез әрі оңай жасалатын және оқтаусыз жасалатын медовик дайындайтын боламын. Менің әр салған видеома лайк басып отырсаңыздар, сіздерге мың алғыс. Ең алдымен пеште ыдысымызға мед салып, шеттері көпіргенше араластырып тұрамыз. Одан кейін 1 шай қасық сода салып, ол әбден көтерілгенше, көпіргенше араластырып аламыз. Массамыз карамель түске енгенше араластырып аламыз. Енді оның үстіне сары майымызды салып, араластырып және осыны салқындатып қоямыз, себебі жұмыртқаның үстіне құйған кезде жұмыртқамыз пісіп қалмас үшін. Енді жұмыртқамызды салып, үстіне қант, сұйық май құйып, разрыхитель салып, әбден араластыратын боламыз. Үстіне ұнымызды аз-аздан салып, араластырамыз. Одан кейін суыған массамызды құйып, әбден біркелкетіп араластырып аламыз. Енді пергаментімізді домалатып, форма сызып, соған массамызды құйып, қызып тұрған пеште 5 минутта ұстап пісіріп аламыз. Торттың әр бөлігін осылай жеке-жеке суытып аламыз. Жан-жағын кесіп аламыз, тортты әрлеу үшін керек болатын болады. Енді тортқа кремімізді жасайтын боламыз. Сахарный пудра, варенка, сгущенка, қаймақ қосып араластырамыз. Кремді сливки және творожный сыр қосып жасасаңыздар, бұл торт өте биік, әдемі болып шығады. Крем өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Енді осы кремді торттың әр бөлігіне жағып, тортымызды жинаймыз. Жан-жағын әдемілеп, жағып, торттың жан-жағына сеуіп шығамыз. Міне біздің медовигіміз осымен дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.